Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін Қазақстанда журналистер күні. Барша әріптестерімізді төл мерекесімен құттықтаймын. Ең айтайын деген басқа мәселе, мына интернеттің дамуымен бірге елде журналистер мен блогерлердің ақпарат таратуы күшейді. Көптеген жағдайларда біздің журналистеріміз проблеманы көрсетіп қана қоймай, біздің азаматтарымыздың мәселесін соңына дейін шешуге атсалысып жатады. Содан болар бізде көп жағдайда журналистер мен қоғам белсенділерінің қызметін шатастырып жатады. Ал негізінде журналистің міндеті бұл ақпаратты анықтау, ақ-қарасын халыққа жеткізу, проблеманы көрсету. Бізге көп азаматтарымыз осы сендер айтасыңдар, содан ештеңке шықпайды ғой деген сияқты жанайқайларын, өкпе наздарын жеткізіп жатады. Біздің айтқан ақпараттарымыздан нәтиже шығару расымен де бұл билік институттарының қолында. Мәселен, қылмыс әлеміне қатысты коррупциялық схемаларды ашатын болсақ, көрсететін болсақ, оны заң органдары, Ішкі істер министрлігі, құқық қорғау органдары, полиция, прокуратура анықтап, нүктесін қою керек. Егер ол әлеуметтік мәселе болатын болса, онда оны биліктің жаңағы айтқан институттары, жергілікті әкімдіктерден бастап, министрлік деңгейінде, қала әкімдіктері, аудан әкімдіктері, үкімет деңгейінде бұл проблемалар шешілуі керек. Егер резонансты, үлкен ауқымды проблемалар шешілмей жатса, халық онда заңды саяси күрес негізінде өз талаптарын жеткізіп, өз талаптарын орындатуы тиіс. Егер осы заңдылықтар, осы тәртіп, осы жүйе сақталса, онда елде өзгерістер болады. Базардың ішіне кірген кезін аса су себу керек қой, антисептик, бірақ ондай жоқ. Келесі тамны. Мынандай ғана оның өзін сепсің, ештеңке жоқ. Осылай күресеміз біз ковидпен. Базарда. Аға, сәбіздің бағасы қаншадан? Килограмм. 500. Картошкашы? Картошка 250. 250-ден? Ой Алла. Бұл қай жақтың картошкасы? Биылғы ма? Міне. Сәбіз картоп қай жақты келедіңіз? Сарағаш, Абайдан. Неге 250-ден барлық жерде 500-ден болды? Сайдыка. Мынау да жек сайдыка. Капуста Шымкент. Мен сатылмаймын. Солай. 5 килограмм. Қымбат. Дүкендерге бармаңыздар. Облыстағы, аудандағы базарларда осындай арзан баға. Сәбіз қымбатқа болып тұр екен. Сәбіздің бағасы түседі ме аға? Түспей қайда болады? Жаңа шығып жатыр. Түседі, обязательно. Түседі дейді. Көріп қойын, бізде картоптың бағасы 250-ден. Кеше естіген кезде сенген жоқпын. Бұл Есік қаласындағы базар. Сәбіз 500-ден килограмм.